Қайырлы күн, достар. Бүгін біз осындай қызартып, әдемі қылып, дәмдетіп балық қуыру әдісін көрсететін боламын. Оған керек заттар: бір жұмыртқа, су, 5 қасық ұн керек. Осыны араластырамыз. Егер сіздердің балықтарыңыз тұздалмаған болса, тұз қосып жіберсеңіздер болады. Мен балығым тұздалған, сондықтан мен тұз қосқан жоқпын. Бәрін видеодағыдай араластырып болғаннан кейін осындай консистенция шығу керек. Осы смесімізге балығымызды батырып, екі жағын жақсылап қуырып аламыз. Міне, достар, біздің балығымыз дайын болды. Осындай әдемі, қып-қызыл болып, дәмді болып піседі. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айзада ас болсын.